Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлмекен. Бүгін осындай өте нәзік, дәмді, алғаш жасағаннан керемет болып шығатын сметаник дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары май, оның үстіне қант, жұмыртқа салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Содан соң електің ішіндегі ұнға қамыр қопсытқыш салып, ұнымызды бірте-бірте саламыз. Алдын ала електен өткізіп дайындап қойсаңыз да болады. Басында осындай шанышқымен, содан соң қолымызбен илейміз. Көп илеудің қажеті жоқ, осылай біздің қамырымыз біріксе болғаны. Шамадан тыс ұн да көп қоспаңыздар, қамыр қатты болып қалады. Міне осындай жүп-жұмсақ қамыр болады, бізге біріксе болды. Енді тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып қоямыз. Салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге қаймақ, оның үстіне қант, жұмыртқа, жүгері крахмалын салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Осылай венчикпен немесе шанышқымен араластырсаңыздар да болады. Ешқандай миксермен араластырмаймыз. Міне бір келкі осындай бізде масса болып шықты. Енді формамызға пергамент қағаз төсеп дайындаймыз. Менде формамның диаметрі 22 см. Пергамент қағаз міндетті емес, төсеме қойсаңыз да қамыр жабыспайды. Содан соң тоңазытқышта тұрған қамырды алып, формамызға жайып шығамыз. Осылай қолымызбен астына бірінші жағып, содан соң жан жақтарын, яғни бортиктарын жасаймыз. Осылай бір келкі етіп жасауға тырысамыз. Жан жағын жұқалау етіп жасаймын. Себебі піскен кезде әдемі болып тұрады. Енді салмасын құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пісіреміз. Міне біздікі пісті. Осылай сарғаяды беті. Енді суыған соң осылай жан жағын пышақпен ашып, содан соң формадан аламыз. Міне осылай болып шығады, өте дәмді, керемет, жасап көріңіздер. Барлық құрамын видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.